Ойбай, қолдарында шарлары бар. Құрметті Айзере, сені республикадан алған жүлделі орынмен шын жүректен құттықтаймыз. Ақтабақ мектебінің мәртебесін көтеріп, өз біліміңді көрсетіп, үлкен жетістікке болашақта да басқа да оқушыларымыз халықаралық деңгейге көтерілсін. Айзере орын алған кезде қандай сезімде болды? Мен өте керемет, өзімді қатты қуандым. Айзере, шет жаққа шыққанда алғаш танысқан адамында айтып өтші. Мен бірінші танысқан досым ол Жәмила болды. Ол 3-ші сынып оқиды. Мен жармадан өзім ғана деп ойлағанмын. Тағы да бір қыз болды. Ол Бақышықтан келді. Айзере, басынан өткен ең қызықты сәтті айтып өтші. Біз мұғалімдерімізбен Оқжетпеске Жұмбақтасқа бардық. Біз ол жақтан мұздың үстінен өттік. Мен мұздың үстінен бірінші рет өттім. Маған қатты ұнады. Құрметті Зарина Берікқызы, сахнаға шықсаңыз. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, бүгін үлкен жетістікпен біздің сыныптасымыз, сыныпта оқитын Айзереміз жеңіспен оралып отыр. Бұл енді қыркүйек кезінен бастап ата-анасының және ағылшын мұғалімі Зарина Берікқызының еңбегі бүгін Айзере ақтап, абыроймен мектебімізге оралып, жүлделі орынмен келіп отыр. Біздің сыныпта тек қана Айзере ары қарай жалғастырып отыр ғой. Былтыр Қанапия Айару деген оқушымда республикадан барып қатысып келген. Ал енді осы жалғаса берсін 11-ші сыныпқа дейін. Жүлделі орындарға ие бола беріңдер. Зарина Берікқызы, жас ұстазсыз, сізге шығармашылық табыс тілеймін. Жүлделі орынға ие бола беріңіз. Осындай әдемі, ақылды, білімді шәкірттеріңізді тәрбиелей. Рахмет сіздерге. Және де осы кезде ата-аналар, бала ата-анасымен дейді ғой, ата-анамен және Жанболат, Айзере, Ағарке, жәнегі керемет ата-аналар балға десе жанын беретін, білімге де, үйдегі тәрбие де, негізі осы ауылымыздың ең беделді жанұя деп білемін. Өйткені баланың тәрбиесіне көп көңіл бөледі. Енді отбасыларыңызға, жанұяларыңызға бақыт тілеймін, балаларыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіздер, әрқашан аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді біздің Зарина жәнегі тағы да бір мәрте құттықтаймыз. Биік шыңнан көріңіздеріңіз. Енді біздің сыныптың атынан және ата-аналарының атынан Айзереге сыйлығымыз бар, соны табыс етуге рұқсат. Жалпы Зарина Берікқызды жас маман ретінде білеміз. Енді бүгінгі күнде Айзере оқушымыз аудан көлемінде, облыс көлемінде, республика көлемінде бүгін жеңімпаз атанып жатыр. Осы жаңалықты естігендегі көңіл күйіңізбен, алған әсеріңізбен, дайындық барысында кеткен жұмыстарыңызбен ойыңызды бөлісіп, ортаға сөз сөйлеп айтсаңыз. Рахмет. Қайырлы күн баршаңызға, құрметті ұстаздар, оқушылар. Қатты қуанып тұрмын.
біз енді бұны күзден бастадық. Ең бірінші мектебіміздің басшысы Ерзат Ахметұлына үлкен рахмет алғысымды айтқым келеді. Менің тәжірибемде бұл бірінші рет болғандықтан ол кісі бағыт-бағдар беріп, ақылын айтып, осы әрдайым бізді қолдап отырды. Барлық мұғалімдерге алғысымды айтқым келеді. Мәди Бақтыбекұлы бізді бар білгені көмектесіп, жаңағы бір нәрсені білмей жатсам ақылын айтып, ылғи қолдап отырды. Осы Айзере жолға шықты дегеннен бастап барлық мұғалімдер жаңағы бізбен бірге қобалжып, уайымдап, қалай болды, жетті аман есен, қалай болып жатыр деп тілекші болып уайымдап отырдыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Барлық мектеп ұжымына үлкен алғыс білдіремін. Айзере енді біздің үмітімізді ақтадың, биік белестерді бағындырып, алар асуларың көп болсын. Саған тек қана жақсылық тілеймін. Және де ата-анасына Жанболат ағамен қуаныштымын. Осы қошеметтің барлығы өздеріңізге арналады. Алда сәттілік тілейміз, жеңімпаз атана беріңіз, шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет сіздерге.